Сәлеметсіздер ме, балалар? Дүниетану пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ. Көкжиек тұстарын анықтауға арналған құралды анықта. 4 нұсқа берілген, оның ішінде бір нұсқасы ғана дұрыс болады. Демек ол В нұсқасы тұспағдар. 1 балл жинаймыз бұл жерде дұрыс жауап үшін. Келесі екінші сұрақ. Суретке мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз. Бірінші мұқият қарадық міне. Суретте емхана, дәмхана, мектеп, сауда орталығы, цирк берілген, не балалар? Және не берілген? Тұспағдар берілген, не? Жаңа көкжиектің тұстарын анықтауға арналған құрал көрсетілген. Енді мектептің батыс жағында қандай нысандар бар? Мынау мектеп, мынау батыс, мынау шығыс, мынау солтүстік, мынау оңтүстік. Демек, батыс жағын болса, міне мына жағы, демек ол жерде емхана, дәмхана бар екен. Яғни мектептің батыс жағында дәмхана, емхана бар. Жазамыз. Келесі екінші сұрақ. Мектептің шығыс жағында, шығыс міне мынау жағында қандай нысандар бар? Жаз дейді. Сауда орталығы және цирк бар, балалар. Міне осы жерге берілген сызықшаның үстіне жазып, әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдан 2 балл жинаймыз. Келесі үшінші сұрақ. Берілген пікірлер ақиқат па? Кестені толтыр. Пікірлер, иә, жоқ. Бірінші, көк тайғақ, боран, қуаңшылық жануарлар үшін қауіпті. Екінші, күн көзінің жылуы адамдар, өсімдіктер мен жануарлар үшін өте маңызды. Демек, қараймыз. Кестені толтырамыз. Бірінші сұрақта да иә жауабы, екінші сұрақта да иә жауабы. Яғни, кестені дәл осылай толтырамыз. Бұл жерден және біз әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдан 2 балл жинаймыз. Келесі 4-ші сұрақ. Сәйкестігін тап. Қолайсыз табиғи апаттар. Берілген жер сілкіну, қоршаған ортаны ластау, су тасқыны. Енді сәйкестігін табамыз. Қолайсыз табиғи құбылыстар бұл қоршаған ортаны ластау. Ал қауіпті табиғи құбылыстар бұл жер сілкіну, су тасқыны екен, міне балалар. Бұл әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдан бұл жерде 3 балл жинаймыз. Келесі 5-ші сұрақ. Өзендер адамдардың өміріне қалай әсер етеді? Әрқайсына бір мысал келтір. Не балалар, өзеннің суын көріп тұрмыз. Өзеннің қолайлы жағы ол білім алушының ықтимал жауабы. Өзеннің суымен егістікті суарады, адамдар өзеннен балық аулайды, шомылады, кемемен және қайықпен жүзеді, жағажайында дем алады, өзендер болмаса бәрі құрғап қалар еді деген жауап болады. Ал енді өзеннің қолайсыз жағы көктемде қар еріген кезде өзенде су көбейіп, су тасқыны болуы мүмкін. Су тасқыны болып, үйлер, көпірлер, жолдар бұзылады. Су тасып, адамдар мен жануарларға егістікке зиян келтіреді. Міне, әрбір мысал үшін 1 балдан бұл жерде тағы да 2 балл жинаймыз, балалар. Келесі 6-шы сұрақ. Міне, берілген суреттерге қандай туристік аймақтар бейнеленген? Атауларын жаз. Балалар, міне қарап тұрсаңыздар, көпшілігіңіз осы жерлерде сіздер болғансыздар. Сіздер бұны біледі деп ойлаймын. Ең бірінші тұрған медеу, медеу деп жазсақ та болады. Медеу мұз айдыны деп жазсақ та болады, балалар. 2 жауабы да дұрыс. Келесі міне тамғалы немесе тамғалы таңбалары. Міне балалар, көріп тұрғаныңыз тамғалы таңбалары, балалар. Бұл жерде де тамғалы деп жазсаңыздар да болады, тамғалы таңбалары деп жазсаңыздар да болады. 3-ші балалар, міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл бурабай, бұны көрген адам бірден білет бұның бурабай екен. Бурабай деп, немесе бурабай көлі, бурабай шипажайы деп жазсаңыздар да болады. 3-шеуі де дұрыс нұсқа болады.
әрбір дұрыс жауап үшін 3 балл жинайсыздар балалар. Келесі 7-ші тапсырма суреттерді атауларымен сәйкестендір. Міне балалар, міне 3 түрлі сурет берілген. Ұлы жібек жолы және Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қайсы екенін сәйкестендіреміз. Қараймыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі міне бұл. Сәйкестендіреміз. Ұлы жібек жолы бұл. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне осылай сәйкестендіреміз балалар. Міне балалар, осымен бұл жерде де әрбір дұрыс жауап үшін 1-1 балдан 2 балл жинаймыз. Міне балалар, осымен біз барлығы 15 балл жинауымыз қажет. Міне балалар, түсінікті болса, сіздерге мен сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.